Қуандықұлы, жасым 23-те. Отбасында әке-шешем бар, 2 әпкем бар, мен 3-ші кенжесімін деймін. Осы Алматы қаласында тұрамыз. 2024 жыл желтоқсан айының 15-нен бастадым, 3 ай болды. Ең алғашқы табысым 2 аптада 65 мың болды. Одан кейін бірінші айда 245 мың, екінші айда 450 мың болды. Осы үшінші айда енді 700-дей шығу керек. 2025 желтоқсанға дейін, айына 2 миллион, 3 миллионға дейін, 2 миллион, 3 миллион арасында табысқа шығу. 10 жылдан кейін отбасым бар, үйім бар, өзімдің мамандығым бойынша жұмыс істеу ары қарай. Бұдан бұрын бұл жұмыстың алдында стационар жұмыс істедім, больницада. Санитар болып, медбрат болып жұмыс істедім. 2 жылдай уақыт болды. Одан бұрын тағы басқа жұмыстар істедім. Курьер, официант деген сияқты басқаша. Ол жерде табысым 250 мыңдай болды.